Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын осындай вулканнан жасап көрсетемін. Өте керемет көтерілетін дәмді нан. Достар, егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Міне ішін кесіп көрсеттім. Өте үлбіреген әдемі нан. Бізге нанға қамыр келу үшін 200 грамм жылы су керек, 50 грамм сұйық май, 10 грамм тұз, 5 грамм дрож және алдын ала електен сүзген ұн керек. Жылы суымызды құйып аламыз ыдысымызға. Сұйық майымды құям. Достар, сұйық майды обязательно құю керек, өйткені нан жұмсақ болуы осы майға байланысты болады. Әрі қамырды жұмсақ билеу керек. Дрож салып, жақсылап араластырып, дрожымыз араласып ерігенше қозғаймыз. Сосын ұнды жайлап салып, қастың көмегімен араластырамыз. Ұнды көз мөлшерімен салып отыруымыз керек. Қамыр қатты болып қалмау керек, қамыр жұмсақ билеу керек. Сонда нанымыз өте әдемі шығатын болады. Енді қолдың көмегімен осылай елеп, жылы жерге 40 минутқа қойып қоямыз, бетін жауып. Қамырымыз ашыды. Енді кішкене суға қолымды салып, қамырды бір қайтарып қоямын, өстіп билеп. Тағы да қайырып болғаннан кейін 10 минутқа қоямыз. Қамырды осылай 2 рет қайырса, қамыр әдемі көтеріледі. Міне, қайырғаннан кейін өстіп 10 минуттан кейін тағы да өстіп көтеріледі. 2 рет қайырған кезде қатты көтерілетін болады, осындай болып ыдысына сыймай. Яғни бұл қамырдың өте жұмсақ әдемі болғандығы. Енді өстіп бөліктерге бөліп, мынандай формама салатын болам. Пергамент қағазына қойып алдым. Сопақ шағып қамыр алып. Енді осыны қағазымен формаға салам. Сөйтіп тағы да бір 5-10 минутқа бетін жауып қойсам, тағы да көтерілетін болады. Қамырымыз көтерілді тағы да. Бетін енді жұмыртқаның сарысын жағамыз. Сөйтіп азғана күнжіт сеуіп, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз пешімізге. Міне нанымыз пісті. Қып-қызыл әдемі болып. Пешке салғаннан кейін нан тағы да көтерілген. Өйткені қарасаңыздар, бір шетінен нанның қалай көтерілген, мына шетінен көрініп тұр. Егер теста бабында болатын болса, нан өстіп пештің ішіне барғанда да қатты көтерілетін болады. Қалыптан нанымызды аламын қазір. Қараңыздар, бәрі жағы біркелкі әдемі піскен, қып-қызыл болып. Достар, кеңес беремін, үй жағдайында осылай нанды пісіріп ала беруге болады. Өте дәмді болады, жұмсақ. Қолдан піскен әрқашан дәмді болады. Қазір ішін кесіп көрсетемін. Іші үлбіреп тұр. Мінекей көріңіздер. Достар, егер де мен нан пісірудегі рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.